Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге іске басар рулеттермен, яғни закусканың түрлерімен бөліскім келеді. Дастарханда өте ерекше көрінеді. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажеті 3 сәбіз, жарты ас қасық тұз, 5 жұмыртқаның сарысы және ақуызы және кез келген бұрыштың түрі. Сәбізді ұсақтап турауға болады, болмаса теркадан өткізсеңіз болады. Менің жағдайымда мен блендердан өткіздім. Енді осы сәбізді біз кішкене ғана сұйық майға қуырып аламыз. Суығанша біз оны қойып қоямыз. Және ол уақытта 5 жұмыртқаның ақуызына жарты ас қасық тұзды қосамын. Және оны взбивать ету керек. Және өте үлкен, әппақ, пышны болғанша міндетті түрде толық взбивать ету керек. Ал енді сәбіз суығаннан кейін оған 5 жұмыртқаның сарысын, қара бұрышты қостым. Және жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыр болғаннан кейін ақуызбен бірге тағы да араластырамыз. Противенге пергаменттік қағазды төсеп, бисквитімізді құямыз және 180 градусқа 10-12 минутқа пешке саламын. Ал енді сәбізді бисквиттің начинкасын дайындаймыз. Ол үшін мен 220 грамм творожный сыр және укропты қолдандым. Барлығын жақсылап араластырамын. Жалпы кез келген начинка жасасаңыз болады. Міне біздің сәбізді бисквитіміз дайын болды. Кішігірім жерді менің ұлым шұқып тастады, сол себепті кесуіме тура келді. Ал енді начинканы толығымен жағамыз және рулетті ораймыз. Бірінші рулетіміз сәбізден жасалған дайын болды. Енді оны біз тоңазытқышқа қойып қоямыз. Келесі рулет бізде қызыл түсті қызыл қылшадан дайындалады. Оған 3 жұмыртқаның сарысын, 3 жұмыртқаның ақуызын, бұрыш, тұзды қолданамыз. Және алдын ала піскен қызыл қылшаны теркадан өткіземіз. Оған жарты ас қасық тұз қостым, бұрыш қостым, қара бұрыш. Және үлкен ас қасық сұйық май қостым. Және 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және 70 грамм крахмал қоссаңыз болады. Егер крахмал болмаса, онда 70 грамм ұн қоссаңыз болады. Үш жұмыртқаның ағын миксерлейміз. Және екеуін араластырамыз. Және жақсылап араластырып болғаннан кейін противенге құйып 180 градуста 10-12 минутта пісіріп аламыз.
Енді начинкасын дайындау үшін 2 тұздалған қиярды аламын және оны кубиктап тураймын ұсақтап, және оған укропты қосамыз. Осының барлығын тағы да 220 граммды творожный сырмен араластырамыз. Енді дайын болған бисквитке осы начинкамызды жағамыз. Мен бұл жерде тұздалған балық, болмаса селедка дейміз ғой, осыны қолдандым. Сіз әрине кез келген начинка жасасаңыз болады. Рулетті тоңазытқышқа 1 сағат 2 сағатқа қойып қойға болады. Келесі бізде ол жасыл рулет. Менде петрушкадан жасалынды, болмаса шпинаттан жасауға болады. Ол үшін тағы да бұрышты, тұзды, крахмалды, болмаса ұнды және 3 жұмыртқаның ақуызын және 3 жұмыртқаның сарысын қолданамыз. Сіз қолмен турасаңыз болады, әрине, болмаса осылай блендерден өткізсеңіз болады. Әрине, бисквитті дайындау үшін 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз, тұзды қосамын және жақсылап блендерлеймін. Және оған крахмалды 70 грамм, болмаса ұнды қоссаңыз болады. Жақсылап араластыру қажет. Үш жұмыртқаның ақуызын миксерлеймін. Және екеуін араластырамыз. Противеньге құямын, 180 градуста 10-12 минут тағы да пісіріп аламыз. Бисквит піскенге дейін творожный сыр 220 граммға тағы да укропты турап қосамын да начинкасын дайындаймын. Осы жолы мен начинкаға крабовые палочки қостым. Сіз тағы да айтып өте кетейін, кез келген начинка жасасаңыз болады. Байқап қарасаңыздар, осы жолғы бисквит кішкене жан-жағы кеуіп қалған, себебі мен печканың ішінде біраз қалдырып қойғандықтан, сол себепті менің қателігімді жасамауға тырысыңыздар. Ал егер де осындай болған жағдайда, сіздер пергамент қағаздың астын жақсылап суласаңыздар, рулет жақсы алынатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.